Адам атаның жаратылуы. Құран кәрімде адамның жаратылуы жөніндегі аяттардың барлығында да Хазіреті Адамның топырақтан жаратылғандығы айтылады. Ол туралы Құранда Алла тағала сені топырақтан, сосын бір тамшы судан Адам атаның ұрпағын жаратты дейді. Арғы бабамыз жаратылған топырақты ұлы жаратушы Адам баласының қияметке дейін ғұмыр кешетін, өзі мекендейтін қара жер бетінен алдыртады. Ол жай ғана топырақ емес, жер бетінің өзегі мен дәнін құрайтын топырақ, яғни жердің барлық элементтерін қамтыған топырақ. Сондай-ақ Алла тағала Сад сүресінде адамды тікелей өзі құдірет қолымен жаратқандығын айтады. Аяттағы құдірет қолымен жаратуы адамды жалпы жаратылыстан үстем, ардақты етіп жаратқандығын білдіреді. Адам атаның жаратылуы Аллах тағаланың тікелей мұғжизасы. Құран кәрімде Адам атаның жаратылуы Хазіреті Исаның жаратылуына ұқсас екендігі білдірілген. Әли Имран сүресінде шын мәнінде Аллахтың қасында дүниеге келуі тұрғысынан Исаның жағдайы, Исаның Мәриям құрсағында әкесі жаратылуы, топырақтан жаратып, сонан соң бол дегенде бола қалған, әкесіз, тіпті анасыз жаратылған адамның жағдайы сияқты делінген. Сонымен қатар Құранда Адам атаның алейхиссалям жаратылысы жайлы айтылғанда адамның жаратылысы да баяндалады. Құранда расында біз адамды нағыз сүзілген балшықтан жараттық, сосын оны Адам атаның ұрпағын шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге, ана құрсағына орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, жабысқа ғұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, бір тістем ет бейнесіндегі жаратылысқа, сосын мудғаны сүйектерге айналдырдық, сосын сүйектерді етпен қаптадық, сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық, жан беріп сөйлеттік дейді. Яғни, бұл аяттан түсінгеніміз адам жаратылысы бірнеше сатылардан тұрады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сіздердің әр қайсыларыңыздың жаратылысыңыз әуелі ана жатырында 40 күнде жүзеге асады. Кейіннен ұйыған қанға, одан бір жапырақ етке айналады. Содан кейін барып, оған періште жіберіліп жан бітіріледі. Періштеге сәбидің несібесін, ажалын, амалын, бақытсыз я бақытты болатындығын тағдырына жазу бұйырылады деген хадисі де бұл аятта айтылған ақиқаттарды құптай түседі. Адам атаға есімдердің үйретілуі. Хақ тағала өзге жаратылысқа қарағанда тұрпаты бөлек, айрықша артықшылықтар беріп жаратқан Хазіреті Адамға бүкіл заттардың есімдері мен сипаттарын үйретті. Ол жайлы Құран кәрімде былай дейді: Алла тағала Адамға алейхиссалям барлық атауды үйретті. Сонан соң оларды періштелерге көрсетіп, айтқандарың рас болса, маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер деді. Періштелер: сен пәксің, біз сенің үйреткеніңнен басқа білеріміз жоқ. Әрине, сен толық білушісің, өте данасың деді. Осы уақытта ұлы жаратушысы: ей адам, оларға бұлардың аттарын баян ет деді. Сонда Адам алейхиссалям оларға заттардың аттарын айтқан сәтте Аллах: мен сендерге көктер мен жердің құпиясын, сендердің де көрнеу, көрмес естігендеріңді білемін деп айтпадым ба деген еді. Осы аяттарда баяндалғандай, періштеге қарағанда адам баласының деңгейінің жоғарғы тұратындығын көреміз. Себебі адамның ұлы міндеті Аллахты танып білу. Осылайша Алла тағала періштелерге қарағанда адамға мол ілім беріп, мәртебесін жоғары етіп жарату арқылы оның халифалыққа лайықты бірден бір жаратылыс иесі екендігін аңдатады. Әлбетте, адам баласы ілімімен былайғы жаратылыстан үстем. Адам баласының халифа деген атқа лайықты болуының басты шарты ілімді меңгеріп пайдасына жаратуы. Міне, сонда ғана адам баласы Алла тағаланың үкімдері мен шариғат шеңберінен шықпай өмір сүре алады. Ал періштелерде мұндай қабілет пен қасиет жоқ. Негізінде адам білген жаратылыс құпиясының шет жағасын періштелер де біледі. Алайда адамның мерейі олардан бәрі бір үстем. Мұның себебі періштелерге қарағанда есімдерді көбірек біледі. Һәм ғаламзат пен хақ тағаланың барлық есімдерінің ақиқатына бойлай алады. Оның жұмыр жердің бірден бір халифасы екеніне күмән жоқ. Халифалықтың шарты тек қана құлшылық етумен және күнәлардан сақтанумен шектелсе, жер бетінде періштелер әлде қашан халифа болар еді ғой. Сонымен қатар, Аллах тағаланың Хазірет Адамды жер бетіне халифа етіп тағайындауына, оның өзге жаратылыс иелерінен үстем ететін 4 артықшылыққа ие болуы себеп болды. Бірінші, оны Алла тағаланың өз құдірет қолымен жаратуы.
Екінші, адамға Алла тағаланың бізге беймәлім өз рухынан үрлеп жан бітіруі. Үшінші, Хақ тағаланың күллі періштеге оған сәжде етуге әмір беруі. Төртінші, Хақ тағаланың оған барлық есімдерді үйретуі. Хазіреті адамға алейхиссаламға сәжде ету. Хазіреті адам атаның періштелерден қандай қасиетімен, ерекшеліктерімен үстем түсетінін білдік. Оның осы үстемдігін паш ету үшін Алла тағала періштелерге адамға сәжде етіңдер деп бұйырды. Сәжде ету сөзі араб тілінде кішіпейілділік танытып бас ию мағынасына саяды. Шариғаттық терминде маңдайды жерге қойып құлшылық ету деген ұғымды білдіреді. Сол себепті ғұламалар бұл жердегі сәжде ету адам атаны мойындау, оған құрмет білдіру арқылы Хақ тағалаға құлшылық қылу деп түсіндірген. Негізінде бұл сәжде Хазіреті адамға емес, Хақ тағаланың бұйрығына, әрі адам секілді ең ғажайып мақұлықты жаратқан оның құдіреті мен теңдессіз шеберлігіне жасалған сәжде еді. Періштелердің адам атаға сәжде етіп, құрмет көрсетуінде үлкен мән бар. Періштелер илахи әмірді орындау арқылы жер бетіне халифа болған адамға бұдан кейін қызмет етіп жәрдемдесетіндіктерін көрсеткен еді. Яғни, Аллах тағала күллі ғаламзатты адамға бағынышты етті. Барлығы да адамға қызмет етуі тиіс болды. Осының бір белгісі ретінде жалпы ғаламзаттың атынан періштелер оған бағынғандығын көрсеткенді. Һәм күллі мұсылман Хақ тағалаға құлшылық қылады. 5 уақыт намаз тілін кәлимаға келтіретіндерге парыз. Намазды құбылаға, қағбаға қарап оқиды. Қағбадан басқа бағытқа қарап намаз оқығанның намазы қабыл болмайды. Қажылықта миллиондаған мұсылман қағбаны тауап еткенімен қоймай, соған сәжде қып жатады. Сөйтсе де, бұл мұсылмандардың қағбаға сәжде еткенін білдірмейді. Мұсылмандар қағбаның алдында оған емес, Хақ тағалаға сәжде қылады. Қағба мұсылманның Хақ тағалаға сәжде қылар құбыласы болса, періштелердің құбыласы Хазіреті адам болды. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.